I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to win.
халыққа қырғидай тиіп келген балаға қалдырып отырған. Сол әулеттің өкілдеріміз уысымызда билікті ұстап, қазақ хандығын құруымыз керек. Жәнібек, сіз болыңыз. Ата-баба жолын аттамаған ұрпақпыз. Үлкенді сыйлап, үлкенге жол берген халықпыз. Керей, хан болуға мына сіз лайықтысыз. Жәнібектің ағасына жол бергені бұл көрегенділігі, ақылдылығы деп білемін. Осындай ауызбіршілікпен, татулықпен құрылған қазақ хандығының ғұмыры ұзақ боларына кәміл сенем. Керей хан жасасын! Аз уақыт қазақ хандығының халық саны 200 мыңнан асып кетті. Бұл жаңа мемлекет Әбілхайыр ханға ұнамайды. Оның қайтыс болғандықтан жорық аяқталмай қалады. Әбілхайыр ханның орнына хан болған баласы Шейх Хайдар да көп ұзамай. Міне соның бірі қазақ хандығының 550 жылдығы. Сонымен қатар ұлы жеңіске 70 жыл толып отыр. Сондай-ақ ата заңымызға да 20 жыл, ассамблеяға да 20 жыл толып отыр. Демек, үлкен бұл төртеуі де өзіндік орны бар үлкен даталар. Сонымыз мына еліміз, халқымыз Қазақстан қазіргі уақытта осының бәрін атап, барлық іс-шараларды жүзеге асырып отыр. Міне соның бір куәсі ретінде міне сіздердің бүгінгі көріп отқандарыңыз, баламыз мына Мәліктің үлкен бір халықты елді жинап 300-дің басын қосып осында бір міне сіздерге дастархан жайып, үлкен бір мерекелік шарасын өткізіп жатыр. Бұл үлкен қуаныш деп ойлауымыз керек. Бүтін Қазақстан халқы үшін, соның ішінде оңтүстік үшін мына өзіміз отырған үлкен бір міне мерекенің бастауы деп ойлауымыз керек. Бұл жөнінде маған өткен жыл айтқан болатын осы мына Мәлік балам. Осы келесі жылы Құда қаласа бір осы елді халықты жинап осындай бір батасын алғым бар. Соған мына жеңіске қарсы өткізсем деп едім. Мына үлкен машина тігіп сол кісілердің бір батасын алсам деген бір жағдайым бар еді. Және бүтін халықты жинап осындай бір іс-шара өткізсем мереке деген біз қабыл алған болатынбыз. Міне сол іс-шара Құда қаласа міне Алланың қуатыменен бүгін міне өткізіліп жатыр. Үлкен қуаныш, үлкен мереке, ата беретін кәдімгі атақты іс-шара деп ойлауымыз керек. Міне қазір Құда қаласа көресіздер, осында отырған халықтар куә болып, міне баламыздың ұлы отан соғысының жеңісіне арналған біздің жаңағы ағаларымыз үшін, аталарымыз үшін 10 машина тігейін деп отыр, тігіп қойған. Міне соны қазір куәсі боласыздар, осы машинаны қазір тапсырады. Бұдан бөлек міне біздің халқымызға ас берілейін деп отыр. Жаңағы өткен ұрыққа бағалап 300-ге байланысты. Міне бұда үлкен іс-шара, кейін көкпар мерекесі өтейін деп отыр. Міне осындай іс-шара мен айтамын, бұрын соңды бұл өңірде болғанды мен өзім көрген емеспін. Сондықтан да Мәлік баламызға үлкен рахмет айтуымыз керек, үлкен тілек айтуымыз керек. Міне Мәлік балам осында отырса мен айтайын, мынау басыңнан бақтаймасын, астыңнан тақ кетпесін, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, әр уақытта көрген күндеріміз осындай той болсын, ұлы мереке құтты болсын. Қадірлі ағайындар, көпшілік қауым, бүгін оңтүстікте үлкен мына тойды бастап отырмыз. Бұл мынау қарт Мұзашөл Саялы Сарыағаштан басталып жатыр. Мына Серік ағамыз бастаған осы тойды мына Сарыағаш ауданы қоштап, осындағы игі жақсылар келіп, тойдың бастауы болып отыр. Әрине бұған себепші болып отқан мына біздің Мәлік бауырымыздың демеушілігінің арқасында болып жатыр. Жалпы биыл енді қой жылы 2015 жылы елімізде тойлар өте көп. Соның бастауы бірінші кезде мына Наурызда осы Мақтаарал мен Сарыағаш ауданын бастап отыр. Бұның өзі де мына жастарымызға тарихи мәні бар үлкен той деп айтуымызға болады. Әрине жаңа біздің ағаларымыз айтып кетті, егемендік алдық. Өзіміздің елімізді, жерімізді таңдап алдық. Міне енді кәсіпкерлеріміз бүгін күнде өздерінің жұмыстарын жалғастырып, елімізге осындай үлкен демеушілік көрсетіп жатыр. Бұл да бір егемендіктің арқасында, мына жастарымыздың, кәсіпкерлеріміздің арқасында болып жатқан той деп айтуымызға болады. Әрине, бұндай тойлардың бәрін біз енді мына енді көктем кезінде бастап жатырмыз. Құдай қаласа мына қазақ хандығының 550 жылдығы,
Мынау енді тарихи таразда үлкен Ұлан Асыр тойға жалғасайын деп жатыр. Оның бастауын әрине қарт мүзешілмен Сарыағашта басталып жатыр. Ағаларымыздың, апаларымыздың айтқанына үлкен сөздерінің бары періштенің құлағына шалынсын. Мына барлықтарыңызға жақсылық тілейміз. Осында біздің ұлы жеңістің 70 жылдығын келіп өткен ағаларымыз бар. Сол кісілердің арқасындағы жеткен жеңіс деп айтуымызға болады. Бүгінгі шараның демеушісі Мәлік Айтуғанұлы бүгінгі біздің қазыналы қарттарымызға, соғыс ардагерлеріне темір тұлпардың кілтін табыстап жатыр. Құрметтеп, қолда көрсетіп отырайық ағайын. Береке құтты болсын. Құрметті қазақстандықтар, құрметті бауырларым, құрметті Алаш жұрты, біз мәңгілік елін сыйлаған, қазақ жерін қорғаған, тамырым терең жетсін деп, әрқашанда қазағымыз мәңгі ойлаған деп бір қол шапалақ ұрып қойсаңыздар, қазақ бабаларыма. Мынау осы елін, жерін сақтаған біздің батырларымыз, біздің қазақтың жері Иранның, ауғандарды басып, сол елдер біздің бабаларымыздың аяғына кеп сыйынатын болған. Біз Бақадыр Жалаңтөс бабамызды, бүкіл қазақ бабаларымызды, жаңеле үш бейімізді, ұлы Төле би, орта жүзден Қазбек би, кіші жүзден Әйтеке би бабаларымызды бір еске алып Құран бағыштайық деген бір үлкен ниетпенен үлкен іс-шара өткізіп жатырмыз. Сол бір жақсы күндерде міне бас қосып отырмыз. Мынау Құда қаласа диқаншылығымыз жақсы болсын. Біздің мынау Әбіш атамызға да Құда қаласа бүгін Құран бағыштайық. Әлжан анамызға да Құран бағыштайық. Сондай қазақты туған ана, елбасын туған ана деп аналарымызға, осындай керемет бәріңіздің аналарыңызға, бәріңіздің ата-бабаларыңызға арнап қазір бұл жерде имамдар үлкен Құран бағыштайды. Елдің батасын алу, әрқашан қазақтың жастары осында үлкен азамат болу деп армандаймыз. Ел үшін, егемендігі үшін жаумен алысып, бүгінгі азат күнге жеткізген кейінгі ұрпағының болашақ үшін қасық қанын қиып, бүгінгі жарқын заманымызға есік ашып берген ата-бабаларымыз бен аға әпкелерімізді ұмытпау біздің міндетіміз. Олай болса, елдіктің жолында алтын басын құрбан еткен нар бабаларымыздың рухына Құран бағыштау үшін сахна төріне Бекзат Сыздықов ағаны шақырамыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم жаратушы иеміз өзіңе ғана құлшылық етіп өзіңнен ғана пана сұраймыз барша жақсылықтарды бір өзіңнен медет сұраймыз я Раббана Керем бүгінгі дүбірлі тойымызды я Раббым өзің қабыл ете көр оқылған Құран-ы Керімнен асыл болған сауапты
Дүниеден өткен барша пайғамбарлар мен сахабалардың, момын мұсылмандардың осы егемендігімізге аямай төр төгіп, елімізден өмірден өтіп кеткен, тәуелсіздік алуымызға еңбегі сіңген барша қайраткерлеріміздің, хандарымыздың, батыр бабаларымыздың рухына осы оқылған Құранның сауабын бағыштадық. Алла Тағаланың рахметі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шапағатын нәсіп етсін. Алла Тағала елімізге амандық, халқымызға ауызбіршілік берсін. Елбасымыздың атқарып жатқан жұмысына Алла Тағала берекет берсін. Алла Тағала елімізде осындай той қуаныштарды болуын Алла өз ұзағынан қылсын. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Аллаху акбар. Бүгінгі біріншіден мынау бүкіл көктемнің ең басты мерекесі, жалпы жан жануарлардың да адамның да бүкіл осы тіршілік иесінің қуанатын, шаттанатын, тіршілігі қайтадан басталатын уақыты Наурыз мерекесі ғой. Сол осы оңтүстіктен басталуы заңды құбылыс. Мынау бүгін Мақтаарал, Сарыағаш, Жетісай осы аймақтың бүгін үлкен дүбірлі тойы болып жатыр. Мен өзім ел араласында көптен жүргенмен осындай тойды көптен көрмеппін. Шынымен сағынып та қалыппыз. Жалпы қанымыз ойнап, дүбірлеп осы қазақтың бұрын қандай той тойлағанын көзіміз көрген сияқты. Өйткені ешқандай орындықпен, ешқандай көлеммен шектелмейтін сонша халық көзіміздің алдында тұрған кезде шыны керек біраз толқыдық. Сондықтан оңтүстіктің қай кезде де осындай берекесі, бірлігі, ауызбірлігі, осы ұйымшылдығы қай кезде де өзі мақталып келеді. Сол биіктен өдеден шыға берсін. Алла осы оңтүстікті өзінің берекесінен айырмасын. Қазақтың қаны, тамыры, осы ең басты калорийін сақтап тұрған осы берекелі аймаққа тағы да жақсылық тілеймін. Өзім жақсы көремін. Біз көрші Қызылордадан келіп, осы 2 күннің бірінде осы тілеуқор болып, мүмкіндік болса келіп кетіп тұрамыз. Сондықтан осы тойларыңыз, базарларыңыз тарқамасын. Мынау ардагерлерге арнаған, соғыс ардагерлеріне биылғы жаз келіп жатқан әртүрлі даталарға байланысты өтіп жатыр. Сондықтан біз тарихымызды ұмытпай, ертеңімізге қадам ұмытсақ, ертеңімізге қадам баса алмаймыз. Сондықтан тарихымызды ардақтап, бүгінімізді бағалап, ертеңімізді жобалап, Алла қаласа жақсы күндерге елімізге, елбасымызға, Алаш жұртына амандық берсін. Енді қазақта сөз бар, бір кісі құдық қазса 1000 кісі су ішеді дейді. Қазақта небір атымтай жігіттер болған, жомарттар болған, олардың байлығының берекесі халыққа үлестірген кезде артатын болған. Сондықтан да бүгін Мәлік ағамыздың Алла дүниесіне береке берсін. Өткендерге оқытып жатқан, жасап жатқан ізгі тілектері қабыл болсын. Алла Тағала осы көптің тілегі көл дейді. 1000 кісі атын жатқа білген кісі тегін болмайды дейді. Сондықтан осы кісінің қалтасынан, жанынан мал шығарып, осы халыққа бір көктем мерекесіне сый тартайықшы деп жатқан азаматтарға Алла қуат берсін, және басқа да ағаларға үлгі болсын. Ол жаңағы бұдан мал шашқаннан білем, ол кісінің малы кеміп қалмайтын шығар деп ойлаймыз. Өйткені осынша дүбір, осынша думан, қазір көкпары бар, ойыны бар, тойы бар. Бұл ысырапшылықтан гөрі қазақтың осы бір бұрынғы салтына қайтып оралып жатқанға маған елестейді. Сондықтан ағаларымызға амандық берсін деп тілейміз. Аттандадық, қолдаса халық қалай мақтанбалық. Осынша жұрт жиналып келген кезде төрге шықтық, табанға тапталмадық. Халық бізге сенімін артып тұрса, қалайша ақ сенімін, ақ жырымды ақтармалық. Ассалаумағалейкум, бармысыңдар? Думан тойдан қызығын тапқан халық. Қашаннан да ырыс береке татулығы тарқамастан, ұрысты емес ырысты баққан халық. Қоңыраттар ас беріп жатқаннан соң, ауылдан тұра шауып аттандадық. 100 қазан палау беріп жатыр дейді, онымен қалай енді мақтанбалық. Соныменен бұл тойға қош келдіңдер. Тастамаспыз сөйлесек атты аударып. 300-дің басын жинап осы жерге 100 қазан палау жасап жатқан халық.
Қалайша ел алдында өлмен деппін, алдына сыр елідей төрден жеттім. Көз ұшымда адамдар қараңдап жүр, мынадай халық десе сенген жоқпын. Дәл мынадай бегарыс көрерменді Алматы Астанадан көрген жоқпын. Ау, жиылып отырғанда мұншағайын, жиылып отырғанда мұншағайын, сырымды қалай ішке мұншалайын. Той десе махаббаты өшпейді елдің шырайын, бермейді ұғын шыршадайын. Тоқтамыстың сарасы тоққа кірдің, бір едің басқа келі боққа кірдің. Тыңдап көр жұртың сараны, тастақты жолдан тартынбай, тұлпарға ұқсап тағалы, жырларым таудың суындай қуала басын саланы. Тасытып жырмен мерейін, иіліп сәлем берейін, бидайдай толық сабағы, сақтаған салқын көненің, басқадан бүйік көремін қызыл әскердей даланы. Астанадан келгенді хан салып күтіп алады, Алматыға кеткенге қимай қол бұлғап қалады. Бұл жақта туған сәбилер бесіктен басын көтеріп назарын елге салады. Көкейін арман тескен соң, халқына қарап өскен соң, Құсабек Батыр секілді қаһарман болып қалады. Азаматтың болмайма серді бұлай. Ақындар келді ағайын, тойыңды бүгін ән қылған. Тұлпарға келді ауылға, қазақтың жерін шаң қылған. Кемпірім дағы шылды берем, дәл мұндай сөзді күтпеген. Өзімнің досым балғыннан, Астана жақта жүрсем де, Сарыағашқа кеп кірсем де, сап-сыйып алып сақалым шыға бердім ғой алдымнан. Бисмилlah сөзді бастайым, алдына шығып тектелдің. Бағасы биік сендегі пекіре жалды бектердің. Мәулен менен Жақия батырларының аулынан алғысын алсам деп келдім. Кестері өлең әкелдім, қол жазбасындай көктемнің алдына шығып ағайын, әдемі өлең төккенмін. Қоңыраттардың алдына той құтты болсын деп келдім. Сырланған Сырдарияға ақ құлып болып кеп қонды. Рахмет сіздер, ардақты ағайын ақындарымызға қол соғып қошемет көрсетіп қояйық. Сіздерді құрметтеріңізді